Ağustos. Tanga karamay uçup жүретін осылай. Зомби болып келе есіне кетсін. Бір жағынан шүкіршілік етесің. Мысалы осы уақытқа дейін қараң бұралқы. Осы уақытқа дейін қалай ұйықтадық үйттік. Соны үшін көптен шығарып отырмын. Мына жер таң азаннан қазір үй жаққа кетіп баратырмыз. Точно. Үй ішіне кейінірек айтамын. Көп күттік қой біз жаным. Қойды. Жаным. Ой қабақтарым. Мұрам біздікі. Ай ұйқымды бұздыңдар ғой деп атыр. Ой жаным. Кім маған нешет қылды деп атыр. Жаным мен. Кім мен ұйқымды бұзды деп. Жаным. Құдайым деді сағаным. Біз көп күттік қой жаным ауыл. Жаным. Гәтті егіт бабайсың. Құдайым. Көрдің, мен де жеміз жарты, сен де құтылай. Әне. Қойды. Бұзық. Ал достар, баршаңызға қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Кеше кешерва жасаған жерде тілегі кішкене ашылып кетіп қанап кеткен болатын. Сонымен түнімен басқаша болып ауырып шықты. Оның үстіне грудь тоже андай ісініп кеткен. Ішім бәрі андай дөй болып. Сонымен сәл қиналып ертерек тұрып көп айтып жатыр. Осы немене бәле жүрмей ма, жатып алар. Жүрсе тезірек емделіп кетеді ғой деп жазып жатыр екен адамдар. Мен барынша жүруге тырысып жатырмын. Жүрген сайын сондай болып қалады. Жүрудің өзі оңай емес. Кешерва жасағандар түсінеді. Туғаннан да бес-бетер деп те айта аламын, потому что толғақты да көрдім. Толғақтан кейін бір күннен кейін енді өзің босанғандар тұрып кетеді деп айтады ғой. Ал мынау уже 18-і, бүгін 20-сы ма, 21-і ма? 3-4 күннің ішінде әлі қақсап ауырады. Енді бұйыртса барлығы тезірек жазылып кетсе. Ол сонымен. Қазір системада жатырмын. Осы жерде жатып, жаңағы бітпеген әңгімені айта салайыншы деп едім. Тәтелер жазып жатырды, өзің босанғаннан кейін 2 сағаттан кейін сен нормально болып кетесің депші. А вот кесервадан да мен 6 сағаттай аяғымды вообще мүлдем сезген жоқпын. Жан басымды вообще сезген жоқпын. И бір күн бойы реанимацияда жаттым. Андай кәдімгідей мен стресс алдым, дірілдеп. Неше сағат дірілдегенін білсеңіздер ғой. И содан кейін балаға вообще жолаған жоқпын. Баланы жақындатқан да жоқпын. Келіп маған емгіздесе де жоқ, андай жек көріп сондай ощущениеде жаттым. И одан кейін енді қазір кішкене балаға енді жақындап, енді еркелетіп сөйтіп жатқан жайым бар. Солай.